сенің барлығын тіркеп, ол материалды нотариуске барып, нотариустен атқарушылық жазба шығарып беруді сұрайды. Атқарушылық жазба, мүмкін кейбіреуіңіз поштадан алған боларсыздар. Исполнительная надпись көбіне орыс тілінде шығарылып жатыр. Бұл құжатта сізден, яғни борышкерден, кредитордың пайдасына мынанша теңге қарызды өндіру қажет деп көрсетіледі. Әрі қарай исполнительный надписті сізге жіберу қажет. Сіз исполнительный надписті алған соң, оның заңды күшін жоюға өтініш жазуға құқығыңыз бар. Бұл өтініш негізінде қарсылық деп аталады. Возражение на отмену исполнительной надписи. Атқарушылық жазбаның заңды күшін жоюға арналған қарсылық. Сіз егер атқарушылық жазбаның көшірмесін алып, ондағы қарыз сомасымен келіспейтін болсаңыз, дер кезінде сіз исполнительный надписті отменять етуге қарсылықты дер кезінде жазу керек, кешікпей жазу керек. Оны 10 күн ішінде жазуға мүмкіндігіңіз бар. Және әрі қарай сіздің қарсылығыңыз